Біз кейде өзіміз білім алмағаннан кейін кейбір нәрселерді ауырлатып аламыз да. Тіпті маған келетін сұрақтардың бірі, қарайтын болсақ, бір бауырлар айтады, мен стибра жасаған кезде зәр шығатын жерге қағаз тығамын, ұшына қағаз тығып ауыртады, бұлай жасауыма бола ма болмай ма деген секілді сұрақ қойып жатады да. Негізі дін деген жеңіл, бауырлар, фиқ деген жеңіл, оны ауырлатудың керегі жоқ. Сол жеңілдіктің бірі, мысалы үшін, сен дәрет алған кезде бір жерді жууды ұмытып кеттің. Иә? Толық жуылды деп ойладың, сосын біраздан кейін қарасаң, бетіңнің бір бөлігіне, яки болмаса қолыңның бір шынтағына су тимей қалған болуы мүмкін да. Осы кезде сен сүртініп тастағансың барлығын, қайтадан дәретті алу шарт па саған? Жоқ. Сол орынды ғана жуып қойсаң болды. Тағы да бір жеңілдігі, бізде дәрет алған кезде арасын үзбей дәрет алу шарт емес, яғни дәреттің дұрыс болу шартына кірмейді да ол нәрсе. Мысалы үшін сен бірінші жүзіңді жуып алдың да, енді қолың жуайын деп жатқан кезде біреу келіп қалды, сөйлестің, сонымен қарасаң бетің құрғап қалған уж. Енді не істейсің? Ары қарай жалғастырып жуып кете бересің. Неге? Өйткені сен жүзіңнен сен толық жуып қойдың. Бірақ бастысы сол арада дәрет бұзатын амал жасап қоймаған болу керексің. Сол нәрсеге ескеру керек. Одан кейін тағы да жеңілдік қандай ол? Реттілік шарт емес дәретте. Бірінші жүзді, қолды деген секілді реттілік шарт емес. Бірінші аяғынан бастап жусаң да бола береді. Әсіресе қыстың күнінде мысалы бір аяқты жуып алып, сосын мәсіңді киіп алып, қалған ағзаларды жалғастырып кете беруге болады.